Сәлем қыздар, мен көптен бері бір жағдайларға байланысты ештеңе түсірмей кеттім, бірақ ойлап қалмаңыздар, мен ештеңе тоқымай қалды деп. Менің алдымда бірнеше тоқыма процестерім бар. Ең алдымен несе көрсетейін дегенім, мынау былтырғы менің тоқығаным, кішкентай қызыма арнап 5 жастағы бас киім. Өкінішке орай бұның несі жоқ, жіптерінің номерлері жоқ. Бұл Alize Angora Gold пен Alize Sal екеуін араластырып тоқыдым. Екеуін мынандай қайырып және мынандай помпон сондай тағып, және мойнына мынандай снудымен бірге тоқыдым. Қызым қыста киіп шықты. Соң мен жақын арада бір кішкентай заказ тоқыдым. Кішкентай жасқа толмаған балаға бас киіммен снуд тоқып бердім. Қазіргі уақытта менің қолыма көптен бері алмаған тоқыма процесім бар. Ол мынадай жастағы қызыма арнап тоқылған жемпірім. Жалпы мен бұл жемпірді екінші рет қайта тоқып жатырмын. Мына менде алды болады. Бұл 73 жіптен тоқыдым шамамен. 73 жіппен тоқып жатырмын. Мен бұрын бұны шатаспасам 90 жіппен тоқығамын. Бұнда газал рок-н-ролл жібінің мынандай жіп. Қағазы білмедім. Егер де сіздер менің алдыңғы шығарылымда көрген болсаңыздар, бұл жіптің номері барлығы бар. Қандай жіп екені түгел бар. Бұл өте жұмсақ, жуан болғанмен, мынандай жуан болғанмен, бірақ өте жұмсақ, кию барысында өте созылып кетеді екен. Бұл менің есіме алатын сабағым болды. Қызыма бас киім тоқығанмын, өте жұмсақ, тез созылып, солай тұрады. Сол себепті мен бұны 73 жіппен тоқыдым. Алдыңғы шығарылымды көрген болсаңыздар, тап осы газал рок-н-ролл жібінен мен мынандай жемпір тоқығанмын. Жемпірім. Бұның да тоқтап тұрғаны 1 айдан асып кетті. Менде бұны жаңағыдай алдыңғы қателігіме байланысты мен мұны да мойнын 73 жіптен тоқыдым. 72 жіппен тоқыдым, то есть бұны. Мінекей жеңі, мінекей төменгі жағы. Енді мен бұған жібім жетпей қалды. Сол себепті менің қолымдағы мынадай семеновский пряжада состав 50% шерсть, 50% акрил, мынадай 100 грамм, ұзындығы 781 метр, түсі қара 1 дейді. Мінекей осындай жіп. Осы жіппен мен бұны ойлап тұрмын. Осы жіптің өте жіңішке. Мінекей қазір көрсетейін сіздерге. Мінекей. Өте жіңішке. Сол себепті мен бұл жіпті 2 тіндеп, 2 қабаттап, төменгі жағын және жеңін тоқимынды ба деп ойлап отырмын. Мінекей. Ленталармен, әрлерімен, білмеймін, көремін тоқып болғаннан кейін, бұл ары қарай сіздер бірге тамашаларсыз деп ойлаймын. Одан соң менің тоқтап тұрған процесім үлкен қызыма арналған бас киім. Бұл күзде мынада тоқып бастап едім. Қазір тоқтап тұр бұл да. Бұл где-то 1 жұмадай болған бұлар тоқтағанына. Бұл жіп егерде сіздер алдыңғы менің шығарылымда көрген болсаңыздар, Alize Simli Sal болу керек. Кешіріңіздер, Alize Abay Sal жібі. Егерде сіздер алдыңғы шығарылымда көрген болсаңыздар, бұл жіп туралы білесіздер. Мінекей осы жіптен тоқып жатырмын бас киімді.
Сонымен менің алдымда әлі де бітпеген тоқу үстіндегі процестерім бар. Сол себепті бұл мен шығарылымды екіге бөлуді жоспарладым. Мені егер де шығарылым ұнаса, менің арнам ұнатса, арнама жазылыңыздар, қош келдіңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сау болыңыздар, пока-пока.